Үкімет ауылды дамытудың тұжырымдамасы деп айтты. Қазақшасы солай бекітті ғой бүгін 23-27 жылдарға арналған. Осы тұжырымдама туралы бір тоқталып өтіңізші, қалай болады, не болайын деп жатыр? Бұл тұжырымдаманы негізі осыдан бір 3-4 ай бұрын бір көтерген болған. Сол кезде ішінде шикіліктерді біз айтқан болғанбыз. Өкінішке орай, одан кейін бұл тұжырымдама қайтадан жоқ болып кетті, жұмбақ болып. Енді мені қазір өмірге бұл тұжырымдаманы өкімет басшысы Әлихан Смайылов бекітіп шығарды. Оны берген әрине кім енді? Ауыл шаруашылығы министрі, басқалар. Бірақ оның ішінде не бар екен? Біз агросала мамандар білмейміз. Сондықтан олар бізге қандай өмірдің тұжырымдамасын жасады, білмейміз. Біздің айтқан ұсыныстарымыз енді ма, енбеді ма? Сондықтан бұл міндетті түрде, енді аузың жаман демесін, міндетті түрде шала болады. Одан кейін ол агросаламен, ауыл тұрғындарымен, өкіметтің, биліктің бір-біріне деген қарама-қайшылыққа келеді, бір шиеленістерге тағы да алып келеді. Ақылдаспай пішкен тон келте болмайды. Бұл ақылдаспай пішкен тон болып жатыр. Кіммен ақылдасты, мен білмеймін. Мына парламентпен бе? Парламенттің өзі міне әлі есін жия алмай жатыр, ана креслоларына отырып, ұқпай отырып, мен шын отырмын ба, өтірік отырмын ба деп.